Емдеп қымбат көлікті жалға алған Перизат Қайрат қайырымдылыққа жиналған ақшаны қайда жұмсағаны сот процесінде айтылды. Айыптау актісіне сәйкес Перизат Қайрат мүгедектігі бар балаларға көмектесу, қоғамда аяныш сезімін тудырып, қаражат жинауға оң әсер ететінін түсінген соң, алаяқтық әрекетін жалғастыруды ұйғарған. Өзінің әрекетін шынайы етіп көрсету үшін Перизат Қайрат әртүрлі ұйымдарға қайырымдылық көмек сұрап, хаттар жолдап, компания басшыларымен кездесіп, қордың тиімді жұмысы туралы презентациялар өткізген. Алайда орталықты жөндеу немесе мүгедектігі бар балаларға қолдау көрсету бойынша ешқандай нақты іс-шаралар жүргізілмеген. Барлық қаражат жеке және қажеттіліктерге жұмсалған. Мемлекеттік айыптаушының айтуы бойынша 2023 жылдың жазында Перизат Қайрат Астанадағы гольф-клубта 30 тамызда өту керек болған Central Asia Fest атты жалған іс-шара және Алматы Арена мұз кешенінде Алматы іне атты шара ұйымдастырған. 2022 жылдың мамырында 2023 жылдың жазының қазанына дейін осы және басқа да іс-шараларды өткіземін деген желеумен Перизат Қайрат және Ғайни Алашбаева азаматтар мен ұйымдардан 105.144.750 теңге алған. Бұл қаражаттың барлығы жымқырылған болып шықты. Қазір Перизат Қайратқа қатысты сот процесі басталды. Айыпталушы алдымен біз біргеміз құрылтайшысынан жауап алуды сұрап отыр.